2011 жыл 12 наурыз таңғы сағат 8. Рейчел Ортли жұмысқа әдеттегідей ерте келеді. Бірақ бүгін бір нәрсе дұрыс емес. Lululemon дүкенінің есігі ашық тұр. Рейчел мұны түнгі ауысымдағы қызметкердің қателігі деп ойлайды. Ішке кіреді, жарық жанып тұр. Киімдер мен аксессуарлар жан-жаққа шашылған, дүкен тоналған. Рейчел бірден айқайлайды. Іште біреу бар ма? Жауап жоқ. Ол тағы да дауыстайды. Сол кезде іштен әлсіз ыңырсыған дауыс естіледі. Рейчелдің зәресі ұшады. Ол бірден сыртқа жүгіріп шығып, полиция шақыруға кіріседі. Дүкеннің дәл жанында Apple Store орналасқан еді. Ол таңғы 10-да ашылатын. Ал оның алдында Райан Хок есімді ер адам күтіп тұрған. Рейчел одан көмек сұрайды. Менімен бірге ішке кіресіз бе? Райан не болғанын білмейді. Бірақ келіседі. Екеуі дүкенге қайта кіреді. Рейчел артқы бөлмені көрсетеді. Өйткені әлгі ыңырсыған дыбыс сол жақтан шыққан. Райан бөлмеге кіреді. Сол сәтте ол қанға малынған адамның денесін көреді. Полиция шақырыңыз. Рейчел телефонға қайта ұмтылады. Бірақ Райан бөлмеден шыға бергенде тағы бір нәрсені байқайды. Тағы бір әйел жатыр. Қолдары байланған. Ол ес-түссіз. Бірақ демалып жатыр. Бірнеше минуттан кейін полиция келеді. Олардың алдында 2 Lululemon қызметкері жатыр. Бірі қаза тапқан Джейна Мюррей, екіншісі аман қалған Бриттани Норвуд. Алғашында бәрі қарапайым тонау сияқты көрінеді. Дүкен тоналған, сейфтен ақша жоғалған. Бірақ Джейнаның денесі бұл нұсқаны бірден күмәнға айналдырады. Себебі бұл жерде біреу жай ғана өлтірілмеген. Біреу оны ерекше қатыгездікпен өлтірген. 330 жара. Бриттани ауруханаға жеткізіледі. Оның денесінде бірнеше жара бар. Қолында, аяғында және маңдайында. Ал оң қолының бас бармағында ұзындығы шамамен 5 сантиметрлік терең кесік болған. Тергеушілер мұны өзін қорғауға тырысқан кезде алған жарақаты деп ойлайды. Бірақ Джейнаның жағдайы мүлде басқа. Сот медициналық сараптама кезінде оның денесінен 330 жарақат анықталады. Кесілген, тесілген, жараланған. Және ең қорқыныштысы жарақаттардың басым бөлігі Джейна әлі тірі кезінде салынған. Яғни ол шабуылдың көп бөлігін есін біліп өткізген болуы мүмкін. Бұл жай ғана тонау емес, бұл жерде біреудің ашуы немесе жек көрушілігі болған. Тергеушілер енді басқа сұраққа көшеді. Джейнаны соншалықты жек көретін адам кім? Оқиға орнынан тағы бір маңызды айғақ табылады. Қанды аяқ киімнің ізі. Ребук кроссовкасы. 46-шы өлшем. Тергеушілер бұл ізді қылмыскер қалдырған деп есептейді. Енді олардың қолында алғашқы нақты із бар. Джейна Мюррей кім еді? Джейна 1980 жылдың 22 қарашасында Хьюстонда дүниеге келген. 30 жасқа келгенде оның өмірі жақсы бағытта келе жатқан. Оны таныған адамдар Джейнаны үнемі күлімдеп жүретін, позитивті адам ретінде сипаттайтын. Ол саяхаттағанды жақсы көретін. Қытайда оқыған, Жапонияға барған, спортпен айналысқан, йогамен шұғылданған, бала кезінен балет, джаз, степ, волейбол сияқты спорт пен өнердің бірінші түрін меңгерген. 30 жасқа толған туған күнінде тіпті тарзанкадан секіріп өзін видеоға түсірген. Бұл әйелдің өмірге деген көзқарасын түсіну қиын емес. Ол өмір сүргісі келетін. Көп нәрсені көргісі келген. Ал енді біреу оның өмірін аяусыз тоқтатты. Оның не үшін өлтірілгенін ешкім түсіне алмады. Джейна ешкіммен жауласпаған. Оны жек көретін адам бар екенінде ешкім білмеген. Тіпті оның үйленуге дайындалып жүрген жігітінен де жауап алынды. Бірақ ешқандай нақты себеп табылмады. Бриттани Норвуд. Екінші құрбанның өмірі мүлде басқа еді. Бриттани Норвуд көп балалы, жағдайы төмен отбасында өскен. 8 ағасы мен әпкесі болған. Өзінің айтуынша отбасы жиі нәсілшілдікке тап болған. Бірақ Бриттани мектепте көңілді, өзін жақсы ұстайтын қыз ретінде танылған. Оның басты жетістігі футбол. Ол мектепте футбол ойнап өз аудандағы мықты ойыншылардың біріне айналған. Кейін спорт оған Нью-Йорк университетіне түсуге мүмкіндік береді. Оның үлкен арманы болған. ақш әйелдер ұлттық құрамасында ойнау. Әлем чемпионатына қатысу, бірақ ақшамен мүмкіндік жетпейді.
Бриттани социология мамандығын оқиды. Кейін Арлингтонға көшіп екі жерде жұмыс істей бастайды. Соның бірі Лулу Мелон. Осылайша екі әйел бір дүкенде жұмыс істеп қана қоймай, бір қылмыстың құрбанына айналды. Бірақ біреу тірі қалды. Ал дәл сол тірі қалған әйел кейін бұл істің ең басты күдіктісіне айналады. Тонау ма? Оқиға орнындағы алғашқы дәлелдер бәрін тонау деп көрсетуі мүмкін еді. Қандай аяқ киім ізі, пышақ, шашылған дүкен, сейфтен жоғалған ақша, бірақ бір нәрсе сәйкес келмейді. 330 жара. Қарақшыға ақша керек болса, адамды сонша ұзақ азаптаудың қажеті жоқ. Әдеттегі тонау кезінде қылмыскер жәбірленушінің қарсылығын тез басуға тырысады. Ал Джейнаның жағдайында бәрі басқаша. Қылмыскер оған уақыт бөлген, оны қайта-қайта жаралаған. Сондықтан тергеушілердің алдында екі нұсқа қалады. Бұл жеке өшпенділік пе? Әлде қылмыстың шынайы мақсаты басқа ма? Бриттанидің алғашқы жауабы. 12 наурыз. Сағат 14:35. Бриттани ауруханада алғаш рет жауап береді. Ол дүкенге екі адам кіргенін айтады. Екі ер адам. Екеуі де бетперде таққан. Біреуі Джейнаға барған. Екіншісі Бриттаниге шабуыл жасаған. Бриттанидің айтуынша шабуылдаушылар ақ нәсілді болған. Жасы шамамен 25-27-де. Біреуінің бойы шамамен 165 см, екіншісі 180 см-дей. Екеуі де қара киінген, қолдарында қолғап болған. Бриттани қатты жаралағандықтан оқиғаның бәрін бірден айтып бере алмайды. Бірақ тергеушілер үшін оның сөзі өте маңызды. Өйткені ол оқиға орнында тірі қалған жалғыз адам. Сол түні не естілді? Тергеушілер көрші Apple Store қызметкерлерінен жауап алады. Сонда бір куәгер табылады. Ол қылмыскерлерді көрмеген, бірақ дауыстары естіген. Екі әйелдің айқайлағанын, бір әйел менімен сөйлес, мұны істеме, екінші әйел құдайым маған көмектесші. Содан кейін айқай, ыңырсыған дауыстар, бір нәрсенің сүйрелген дыбысы, сосын тыныштық. Ең таңғаларлығы, куәгер сол кезде полиция шақырмаған. Ол болған жағдайды күзетшіге айтқан. Күзетші дүкеннің сыртына қарап, күмәнді ештеңе байқамайды. Сөйтіп кетіп қалады. Ал дүкеннің ішінде екі әйелдің бірі сол кезде өліп жатқан еді. Бриттанидің әңгімесіндегі алғашқы қайшылық. Тергеушілер Бриттанидің үйіне барады. Олар одан оқиғаны тағы бір рет сұрайды. Бриттани бәрін қайтадан айтып береді. Екі ер адам, екі бетперде, екі шабуылдаушы, бірақ оның сөздерінің ішінде бір деталь ерекше назар аударады. Бриттанидің айтуынша шабуылдаушылардың бірі Джейнаны өлтіргеннен кейін дүкенді тонауға кеткен. Ал екіншісі Бриттаниді қорлаған, тіпті оның аты жөнін де білген. Бриттани оның мекенжайын айтқанында жеткізеді. Ол шабуылдаушының нәсілшіл сөздер айтқанын айтады. Бірақ ең маңыздысы басқа еді. Бриттани дүкенге кірген адамдардың оның жеке мәліметтерін қайдан білгенін түсіндіреді. Олар оның әмияннан құжаттар мен түбіртектерді алған болуы мүмкін. Бәрі қисынды сияқты. Бірақ тергеушілер бір нәрсені әлі білмейді. Бриттани бұл оқиғаның қанша бөлігін өзі ойлап тапқан. Алғашқы күдікті. Тергеушілер көп ұзамай алғашқы күдіктіні табады. Ол бұрын зорлық-зомбылық жасаған үшін сотталған. Ең қызығы, оның аяқ киім өлшемі оқиға орнындағы қан іздерімен сәйкес келеді. Бірақ бұл жеткіліксіз. Сондықтан полиция оның талабын ескереді. Нәтижесінде күдіктінің қылмыс кезінде басқа жерде болғаны анықталады. Оқиға орнынан оның ДНК-сі табылмайды. Саусақ іздері де жоқ. Ол күдіктілер қатарынан шығарылады. Бірақ тергеу тоқтамайды. Себебі бір сұрақ маза бермейді. Егер дүкенге екі ер адам кірсе, олардың ешқайсысы неге камераға түспеген? Медициналық қорытынды. Тергеушілер дәлелдерді қайта қарай бастайды. Сол кезде медициналық құжаттардың бірі олардың назарын аударады. Бриттани Норвудтың денесінде көп деген жара болған. Бірақ құжатта бір маңызды нәрсе көрсетілген. Оған жыныстық зорлық жасалмаған. Ал Бриттани бұған дейін керісінше мәлімдеген. Сол кезде күмән пайда болды. Егер ол бұл туралы өтірік айтса, тағы қандай нәрсені ойдан шығарды? Бір қоңырау. Бастықтың айтқан бір сөзі істің бағытын өзгертеді. Ол шабуыл болған түні шамамен сағат 10-да Бриттанидің телефон соққанын есіне түсіреді. Бриттани дүкенде әмиянын ұмытып кеткенін айтқан. Сондықтан Джейнадан дүкенді қайта ашып беруін сұраған. Бұл маңызды, өйткені дүкенді күн сайын Джейна жабатын. Кілт те онда болған. Яғни Бриттанидің сол түні дүкенге қайта келуіне нақты себеп болған. Тергеушілер енді оның әрекеттеріне басқаша қарай бастады. Шындыққа алады.
Олар оған мұның барлығы тек оқиға орнында болғанын тексеру үшін қажет екенін айтады. Бірақ бақылау камерасы болған. Жазбаны тексергенде полиция күтпеген нәрсені көреді. Кадрда Бриттани бар. Ол Джейнаның көлігін жалғыз өзі жүргізіп бара жатыр. 18 наурызда Бриттани қайтадан жауап алуға келеді. Тергеуші одан Джейнаның көлігі туралы сұрайды. Бриттани білмеймін дейді. Сол жауапты тағы қайталайды. Сонда детектив оған сурет көрсетеді. Суретте Бриттани Джейнаның көлігін оқиға орнынан бірнеше квартал жердегі автотұраққа қойып жатыр. Енді бұрынғы әңгіме бұзылады. Бриттани жаңа нұсқа ойлап табады. Оның айтуынша шабуылдаушылар оны көлікті сол жерге апаруға мәжбүрлеген. Олар оны бақылап отырған. Полиция көлігіндей көрген, бірақ қорыққандықтан көмек сұрамаған. Мәселе мынада. Ол айтқан жерден дүкен көрінбейді. 2 квартал жүргеннен кейін ол оңға бұрылған. Яғни оны біреу бақылап келе жатқаны туралы әңгімесі шындыққа жанаспайды. Детектив енді ашық айтады. Біз сізге сенбейміз. Бриттанидің сөздерінде тым көп қайшылық бар. Оған құқықтары оқылады. Сосын Бриттани Норвуд Джейна Мюррейді өлтірді деген күдікпен қамауға алынады. Барлығы өзгере бастайды. Енді тергеушілер барлық дәлелді қайта қарайды. Джейнаның тырнақтарының астынан алынған ДНК Бриттанидің арқасындағы сызатпен байланысты болады. Бұл Джейна соңғы сәттерінде өзін қорғауға тырысқанын көрсетуі мүмкін. Бақылау камераларындағы жазбалардың бірінде Бриттани ғана көрінеді, ал 2 бетперделі ер адам еш жерде жоқ. Одан бөлек Бриттаниге жыныстық зорлық жасалмағаны анықталады. Одан айтқан оқиғасының көптеген бөлігі шындыққа сәйкес келмейді. Тергеушілер енді түсіне бастайды. 2 ер адам туралы әңгіме қылмысты жасыру үшін ойлап табылған болуы мүмкін. Бриттанидің бұрынғы өміріндегі тағы бір құпия айыптау тарабы. Бриттанидің бұрынғы командаластарын да куәлікке шақырады. Олар оны көңілді, сүйкімді қыз болғанын айтады. Бірақ оның бір үлкен проблемасы болған – ұрлық. Бриттани бірнеше рет зат ұрлаған. Соңында осының кесірінен университеттен шығарылып, стипендиясынан айырылған. Енді тергеушілердің қолында тағы бір маңызды деталь бар. Бриттанидің бас бармағындағы 5 сантиметрлік кесік. Ол бұрын бұл жараны шабуылдаушы салды деген, бірақ сараптама басқа нәрсені көрсетеді. Бұл жара Джейнаны шабуыл кезінде жарақаттаған кезде пайда болған болуы мүмкін. Өзін өзі құрбан еткен. Бриттанидің қолдары скотчпен байланған еді. Басында бұл оның шабуылда аман қалған дәлелдейтін, бірақ кейін сарапшылар басқа қорытындыға келеді. Оның қолдарын шабуылдаушы емес, Бриттанидің өзі байлаған. Ол өзін құрбан етіп көрсетуге Бриттани Джейнаны өлтірген. Бұл анық. Бриттани өтірік айтты. Бұл да анық. Бірақ неге қылмыс кезінде қолданылған болуы мүмкін бірнеше зат анықталды. Балға, қанжар, киімілетін ілгіштен алынған таяқ, швейцариялық армиялық пышақ, ал ақша мәселесі де шешіледі. Басында сейфтен ақша жоғалды деп ойланған. Бірақ кейін ақша дүкеннің ішіне жасырылған күйінде табылады. Демек, мотив ақша болмаған. Сот. Қазан айында сот процесі басталады. Айғақтар өте көп, қайшылықтар одан да көп. Ақыры Бриттани кінәсін мойындайды. Бірақ ол бір нәрсені талап етеді. Джейнаны өзін қорғау үшін өлтіргенін. Оның айтуынша алдымен Джейна оған жаман сөздер айтып, шабуыл жасаған. Содан кейін жағдай бақылаудан шыққан. Сот 6 күнге созылады. Алқабилер барлық дәлелді тыңдайды. Соңында шешім шығады. Бриттани Норвуд бірінші дәрежелі кісі өлтіру бойынша кінәлі деп танылады. 2012 жылдың 27 қаңтарында оған үкім шығарылады. Шартты түрде мерзімнен бұрын босату мүмкіндігінсіз өмір бойына бас бостандығынан айырылады. Бірақ соңғы сұрақ әлі жауапсыз. Бриттани Джейнаны өлтіргені дәлелденді. Ол өтірік айтты, өзін жаралады, өзін байлады, 2 ер адам туралы жалған оқиғаға ойлап тапты. Тіпті қанды аяқ киім ізінде өзі қалдырды. Бірақ ол Джейнаны не үшін өлтірді? Айыптау тарабының нұсқасы бойынша Бриттани Джейнадан спорттық шалбар ұрлағаны үшін кек алған болуы мүмкін. Бірақ бұл түсініктеме бір нәрсені толық түсіндірмейді. Неге дәл осындай қатыгездік? Неге 330 жара? Неге сонша ашу? Бриттани екеуінің арасында сол түні нақты не болғанын ешқашан толық айтып берген жоқ. Сондықтан қылмыстың шынайы себебі туралы болжамдары әлі де бар.
көпшіліктің ең ықтимал себеп ретінде қызғанышты айтады. Бриттани Джейнаның өміріне қызыққан болуы мүмкін. Джейна спортпен айналысты, саяхаттады, жақсы өмір сүрді, ал Бриттанидің өмірі әлдеқайда қиын болды. Мүмкін мәселе бір жұп шалбарда емес шығар. Мүмкін мәселе ақшада да емес шығар. Мүмкін Бриттани бір сәтте Джейнаның өміріне қарап, неге оның өмірі осындай, ал менікі осындай деген ойға келген шығар. Бірақ бұл тек болжам. Өйткені Бриттани Норвудтың Джейнаны не үшін дәл сол түні дәл солай өлтіргенін нақты жауабы өзімен бірге қалады. Егер видео ұнаса, қара азанасына тіркеліп, міндетті тегін лайктарыңызды басып кетіңіздер. Комментке видео туралы ой жазыңыздар. Осындай видеолар көргілеріңіз келсе, қолдау беріңіздер.